Саламатсыздар ма балалар? Көңіл күйлерің қалай балалар? Жақсы. Жақсы балалар. Көңіл күйлерің жақсы болса, сабағымызды бастаймыз. Отыра қойыңдар балалар. Ал ендеше балалар, үйге қандай тапсырма берген болатынмын алдыңғы сабақта? Алиясқар айта ғой. Сақтан қорға көмектес тақырыбының мазмұнын айту. Жақсы. Ал ендеше балалар, олай болса, сендерге бүгінгі сабақта кофе таяқшасы арқылы үй тапсырмасын сұрайтын боламын. Білеміз ғой, қазір маған кімнің аты түседі, мен сол балаға сұрақ қоямын. Ендеше балалар, қызыл кітапқа қандай өсімдіктер мен жануарларымыз енгізілген? Қазір балалар, мен көрейін. Іңкәр. Қызыл кітапқа қандай өсімдіктер мен жануарлар енгізілген? Жойылып бара жатқан аңдар мен өсімдіктер. Жойылып бара жатқан аңдар мен өсімдіктер. Дұрыс жауап берді ме балалар? Балалар жүйрек шыққан еңкәрді. Тамаша, жарайсың, отыра ғой. Келесі, 7 қазынаның бірі. Құралай. 7 қазынаның бірі ит. Құралай дұрыс жауап берді ме? Жарайсың, Құралай. Отыра ғой. Келесі сұрақ балалар. Қызыл кітап қай жыл жарық көрді ең алғаш? Ең алғаш қай жыл қызыл кітап жарық көрді? Динара. Қызыл кітап ең алғаш қай жылы жарық көрді? 1963 жылы. Динара дұрыс жауап берді ме? 1963 жылы жарық көрді. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал балалар, олай болса, тақтадағы мақалға назар аударып қараңдар. Бізде тақтада мақал бар. Кім маған осы мақалды оқып қазір не туралы айтылған айтып береді? Асел? Туған жердің жері де көрікті, елі де сүйікті. Бұл мәтінде туған жер туралы айтылған және еліміз туралы айтылған. Жақсы балалар. Олай болса балалар, туған жердің жері де көрікті, елі де сүйікті мақалын көріп отырмыз ғой. Біздің туған жеріміз туралы айтылған, құмы да қымбат туған жер балалар бүгінгі біздің сабағымыздың өтетін тақырыбы. Ендеше өзіміздің балалар, осы өзіміздің ауылда, өзіміздің Мойынқұмда немізді мақтан ете аламыз? Несімен балалар? Кім айтады? Жанерке, айта қойшы. Өзіңнің Мойынқұм туған жеріңді қалай мақтан ете аласың? Мен өзімнің туған жерімді жақсы көремін. Бұл жақта ұлы ақылды ақын адамдар шыққан. Мысалға, Жазылбек Қуанышбаев атамыз, сосын барып Қайрат Рысқұлбеков атамыз, одан кейін жыр алыбы Жамбыл ата туылған. Жақсы, отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз құмы да қымбат туған жер тақырыбында Оралхан Бөкей 1943 жылы дүниеге келіп, 1993 жылы дүниеден қайтқан. Шығыс Қазақстан облысы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Оралхан Бөкей балалар жазушы, сөз сазгері, еңбек туын бұл кісі газет баспасында жұмыс істеген, аудармашы болған және де журналист болған кісі. Кәнекей, балалар, бірінші топ оқып болдық па мәтінді? Дайынбыз ба? Олай болса, Алиясқар келе ғой топтаға. Бірінші топқа мәтінді оқуға берген болатын. Келе ғой, сып орындық әдісі арқылы оқуға. Құм мінезі, Оралхан Бөкей. Барған қой соңына ерген жолдарда қаншама су ақты, қаншама жапырақ сарғайды, қаншама рет құстар келіп қайтты. Құдай-ау, қанша рет ұшақ ұшып өтті. Тек баяғыда сусылдап, қоныс таппайтын шықалақ құмдар. Екінші топ, дайынбыз ба? Олай болса, Аружан, келе ғой, мазмұнын айтуға бердім, екінші топқа. Келе ғой. Оралхан Бөкей құм мінезі. Отырамыз балалар. Барған қой соңына еріп, қаншама суақты, қаншама жапырақтар сарғайды. Құдай-ау, қаншама құстар ұшып кетті, қаншама ұшақ ұшып өтті. Бұның бәрі қазір қайтадан жойылып бара жатып, бұның бәрі қызыл кітапқа еніп бара жатыр. Қаншама аң құстар, қаншама ұшақтар ұшып, қызыл кітап олар жойылып бара жатты. Олай болса, балалар, өте тамаша. Бірінші топ
оқып берді. Екінші топ бізге мазмұнын айтты. Енді осы кітаптың ішінде бізге таныс емес сөздер бар, иә балалар? Мына қараңдар, қабырғасына бату дегеніміз балалар, ауыр, соғу, қиын дегенді білдіреді. Түсінікті ма? Қабырғасына бату деген. Қанекей, бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа сұрақ қояйықшы. Кім үшінші топқа сұрақ қояды? Жанерке? Қойшы барған құмдалған қандай өзгерісін көрді? Сексеуілдерді көрді. Қазіргі таңда олар жойылып бара жатыр. Сол үшін қызыл кітапқа енген. Аружан? Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттаған? Үшінші топ кім айтады? Жазушы сексеуілдің орнын қалай сипаттаған? Алинұр? Ол тракторшілерді артына трос тиіп алып, сексеуілді қопарып, бір тамырын қалдырмай қопарып жүргенін көрді. Ал қанекей балалар, олай болса, Оралхан Бөкейдің құм мінезі шығармасында біздің Мойынқұм ауылымызда тағы ұқсас нелер балалар? Құмда бізде не бар екен? Бағана айтып кеттік, иә? Сексеуіліміз бар дедік. Тағы да иә, жануарларымыз бар. Біздің Ақбөкен бар. Иә, бұның барлығы бізде қызыл кітапқа енген, иә балалар? Біздің Мойынқұмызда да байлықтарымыз көп, иә? Сексеуіліміз бар дедік. Және де аңдарымыз көп дедік. Қазіргі таңда табиғатты не істеу керек, балалар? Қорғау керек, аялау керек. Бұларды бізде қорықшылар не істейді? Қорғайды, иә? Қорықшылар қорғайды. Жақсы балалар, олай болса сендерге бүгін тағы да құм туралы мен бір керек дерек айтайын. Ғаламтордан ізденген ақпарат. Қанекей балалар, құм төбелер дауысы дейді. Қазір бізде айтып жатыр ғой, әнші құм деп. Бізде құмдар ән айта ма екен? Ойлайсыңдар ма? Қалай ойлайсыңдар? Айтуы мүмкін ба? Иә дейсіңдер, біреуін? Жоқ деп отырсыңдар, иә? Ендеше мына тыңдаңдаршы, мен сендерге қазір айтып берейін. Көп уақыттан бері ғалымдар қазақ даласындағы құм төбелерде кім ән айтып тұратынын ғалымдар зерттеген. Сол жерде балалар, жаңбырдан соң құмның дауысы естілмейді. Зерттеулер кез келген құмның түйіршіктері және де өте ұсақ құмдардан ғана дыбыс шығаратынын білген. Ал енді балалар, әнші құм төбелер туралы халық арасында аңыздар да бар. Әнші құм немесе айғақ құм Алматы облысында бар екен балалар. Бұндай құм дүние жүзінде 6 елде ғана бар екен. Ән балалар, оны кейбір адамдар естілмейді екен. Ол екінің біріне әннің дауысы естілмейді екен саяхатшыларға. Түсіндіңдер ма? Ал қанекей, балалар, бағанадан бері топпен, ретпен жұмыс істеп жатыр, жеке жұмыс істеп жатыр. Енді сендерге балалар қойын дәптер әдісі арқылы қазір қағаз таратамын. Сол қағаздың ішін толтырамыз. Бұл жерде Оралхан Бөкейдің шығармалары, туған жылы, бұл кісі қандай қызмет атқарған, осының ішіне жазып шығамыз. Қанекей. Өте жақсы, тапсырманы өте керемет орындадыңдар, жарайсыңдар. Ал енді балалар, олай болса, үйге сендерге тапсырма Оралхан Бөкейдің «Құмыдан қымбат туған жер» тақырыбын үйге мазмұнын айтуға беретін боламын. Ал қанекей балалар, бүгінгі сабағымыз бізге түсінікті болды ма? Түсінікті болса, келіп сабаққа кері байланыс жасап жіберейікші. Алдымыздағы стикермен кері байланыс жасап жібердер. Келе қойыңдар. Бүгінгі сабаққа қатысқан Жанерке өте белсенді, жақсы қатыстым. Жанерке 9 балл, Іңкәр 8 балл, Ерасыл жақсы қатыстыңыз, жарайсың. Және де Аружан өте тамаша.